Әлемдегі ең танымал кеме туралы сұрасаңыз, көпшілігіміз Титаник деп жауап беретініміз сөзсіз. Бұның себебі де түсінікті. Айтулы лайнер өз кезінде ең ірі кеме болып қана қоймай, сондай-ақ Джеймс Камеронның шығарған атақты фильмі де осы кеменің атын одан сайын танылуына себеп болды. Сәлем достар, сіздермен бірге Топ Қазақ арнасы. Және бүгін біз сіздерге Титаник кемесі туралы сіз білмеген немесе білген мәліметтер туралы айтатын боламыз. Көбірек адамды құтқаруға болар еді. 1990 жылы 14 сәуірде 23:40-та Титаник айсбергке соғылып қатты ақау алып, нәтижесінде 2 сағаттан кейін кеме екіге бөлініп суға бата бастады. Бату барысында кеме дабыл қағып, көмекке шақырумен болды, және де ол дабыл байқаусыз қалмады. Карпатия пароходы Титаникке асығып жетеді, бірақ олар келгенде кеменің 710 ғажаппен тірі қалған жолаушылары ғана орында болатын. Қалған кеме мен оның жолаушылары мұхиттың түбіне батып кеткен еді. Көптеген уақыттардан кейін ғана Карпатия сол кезде Титаникке ең жақын кеме болмағаны белгілі болды. Шамамен 0:45-терде сол қорқынышты түні Титаниктің офицерлері алыстан басқа бір кеменің жарығын байқайды. Бұл жолаушылар кемесі Калифорния болатын. Бірақ Титаниктің жіберген сигналдарын олар жауап бермейді. Титаниктің капитаны бұл кеменің назарын аудару үшін қолынан келгенін жасайды. Өздерінде бар ақ жарық шашатын ракетаны да ұшырады, бірақ нәтижесіз. Калифорнияның экипажындағы адамдардың барлығы да бұл ракетаның жарығын байқайды. Дегенмен де экипаж мүшелері капитанды оятқан кезінде, капитан бұл жарыққа аса қатты мән бермейді. Ал Калифорния кемесіндегі жалғыз радио сигнал алушы сол уақытта қаннен-қаперсіз ұйықтап жатқан болатын. Ал экипаж мүшелері ақ сәулелі жарықты кеме мұздықтарға тоқтап тұрғанын, аялдап тұрған деген сигналды білдіреді деп ойлайды. Сөйтіп батып жатқан кеменің жанынан жүзіп өте шығады. Эксперттердің ойы бойынша, Калифорния сол күні батып бара жатқан кемеге жақындаған болса, сол күні жолаушылардың барлығына дейін тірі қалып қалу мүмкіндігі жоғары болатын. Құтқарушы қайықтар өте аз болған. Кез келген ірі транспорт құралдарында қауіпсіздікке көп көңіл бөлінеді. Кемені жасаушылар да апат болып қалған жағдайда көп адам тірі қалу үшін бәрін жасайды. Естеріңізге салсақ, Титаник сол кездегі әлемдегі ең үлкен кеме болған. Ол өз бортына 3500 адамды сыйдыра алған. Ойлап көріңіз қаншалықты көп. Алайда кеменің алғашқы және соңғы саяхатында кеме бортында ресми тіркелген 2224 жолаушы болған. Ал енді ең қызығы, алғашында Титаник өзімен бірге 48 құтқарушы қайықтарды алу керек болған. Бірақ кеменің иелері құтқарушы қайықтың санын 20-ға қысқартуды көздеген және де қысқартқан. Егерде әр қайықтың сыйымдылығы 60 адамнан болса, математикалық кішігірім есептердің нәтижесінде жалпы тек сол күні батып бара жатқан кемеден 1200 адамның ғана тірі қалуға мүмкіндіктері болған. Қайықтардың азайтылу себебі, олар палубада көп орын алып, қыдыруға кедергі жасап, жалпы көріністі бұзып, Титаниктің түрін әдемі емес қылып көрсетуші еді. Осылайша ақымақ ыңғайлық пен эстетиканың талабы талай адамның өміріне балта шапты. Бірақ негізінде ол кезде Титаникті бату мүмкін деп ешкім ойламаған еді. Кеме қандай да бір жері сынған күннің өзінде ұзаққа дейін су бетінде тұра алады деп саналған еді. Музыканттар соңына дейін ойнаған. Титаник кең әрі үлкендігімен ғана емес, ішкі көркемдігімен де талайды тамсандырған. Кітап оқу залы, ас ішу залы, тіпті темекі шегу залы, осының бәрі кеменің бай жолаушылары үшін қолжетімді болған. Экипаж мүшелерінің барысында көптеген аспаздар мен даяшылар және де әрине музыканттар болған. Жалпы саны кемеде 8 музыкант жалға алынған болатын. Сол түні тірі қалған жолаушылардың айтуынша, сол түні музыканттар кеме батып жатқан кезде палубаға шығып, сұмдық айғай-шу мен дүрбелеңге қарамастан, өздерінің су астына кететінін біле тұра, музыканттар аспаптарын қолдарына алып, соңына дейін өз музыкаларын ойнаған көрінеді. Олардың музыкасы көптеген адамдарды сабырға келтірді дейді. Барлық музыканттар су астына кетеді. Олардың ішіндегі ең кішісінің жасы 21-де болатын. Титаникті құтқаруға болатын еді.
Дэвид Блэр өте жолы болғыш адам. Ол Титаниктің екінші капитаны болу керек болған. Бірақ кеменің жүзуіне азғантай минут қалған кезде ол жұмысынан босатылып, үйіне қайтқан. Бұл оқиға оның өмірін құтқарып қалды, және де ол қатты қуанатын шығар. Ол негізінде кемені құтқарып қалуға да мүмкіндігі бар адам болатын. Әр кемеде алысты байқау үшін дүрбілер болатыны белгілі. Сол дүрбілер арқылы экипаж мүшелері алысты көре алады. Бірақ Дэвид сол жұмыстан босатылған кезінде дүрбілер сақтайтын жердің кілтін өзімен бірге алып кетеді. Өзінің әріптесіне беруді ұмытып кеткен еді. Қалтада кеткен кілт экипаждың қолында болғанда, олар айсбергті алыстан байқап кеменің бағытын өзгертіп үлгергенде, кемені аман сақтап қалуға болатындай еді. Қарап тұрсақ, Титаник өзіне сәтсіздік тартатын сияқты. Көптеген таңғажайып және де ақымақ сәйкестіктердің кеменің онсыз да аман болуға деген аз мүмкіндігін одан сайын азайтуға септігін тигізген сияқты. Міне достар, бүгінгі видеомыздың соңы. Егер сіздерге бүгінгі видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып, біздің арнаны қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Топ Қазақ арнасы. Сау болыңыздар.